Жалпы пән олимпиадасы дегеніміз не? Пән олимпиадасы ғылымның алғашқы басқышы. Бала санасында ғылымның алғашқы ізденістерін қалыптастырып, болашақ ғалымдарды баулайтын, ғылымға еркін бойлайтын жастарды қалыптастыратын ең тамаша бәсеке. Енді осы пән олимпиадасына дайындық деген қалай жүреді? Оқушының ойлау форматын ғана дамытып қоймай, ғылымға деген көзқарасын қалыптастыратын, болашақ бағдарын айқындайтын ғылыми ізденіс. Енді бұл пәнге дайындық қалай жүру керек? Ол үшін сапалы және жүйелі дайындық қажет. Сапалы әрі жүйелі дайындық дегеніміз оқушының ғылымға деген көзқарасын ғана қалыптастырмайды, болашаққа деген сенімін нығайтып, өзіне деген сенімін арттырып, мақсат қоя білетін тұлға қалыптастырады. Пайдасына келетін болсақ енді. Пән олимпиадасының пайдасы дарынды бала анықталады. Оқушы еңбекқорлық пен мұқияттылыққа тәрбиеленеді. Ғылымға құштарлықтар ашылып, ғылым жолына бағыт алады. Логикасы дамыған ғылыми көзқарас сауатты, жаңалық ашуға жаны құмар. Сол үшін, мысалы, өз тәжірибемнен айтатын болатын болсам, мұғалімнің олимпиадаға қабілетіне қарай ғылымға икемі бар оқушыны дұрыс таңдай білуі, ол бірінші тұрады енді. Яғни мен өз тәжірибемде олимпиадада екі оқушы дайындап, соларды, яғни жылда әртүрлі оқушы емес, бір баланы 5 жыл бойы дайындадым, мысалы, мен өз басым. Оны 5-ші сыныптан таңдап алып, яғни аяғында нәтиже беретініне көзім жетті. Себебі ол бала республикада қазақ тілден олимпиадасынан бірінші орын алған болатын. Яғни сондықтан ең бірінші мен бүйтем, мен сөйтем емес, бала таңдап алыңыздар. Осы жолға түсе алатын, ол үшін қырағы көз керек, яғни мықты жұмыс керек. Сабақта 5-ші сыныпта біз қазір барлығымызбен бірігіп жұмыс істейміз деп бағана айттым ғой, сол сияқты 5-ші сыныптан аламыз біз, кез келгеніміз баланы 5-ші сыныптан дайындаймыз сол олимпиадаға. Екінші, ол олимпиада болатын кезде ғана дайындалмай, жүйелі дайындық керек. Жүйелі, үздіксіз, бірізді кестесін құрып алу керек сол олимпиадаға дайындалу. Яғни балаға жаз бойы тапсырма беріп, яғни не істеу керектіктерін айтып деген сияқты. Мұғалімнің бағдарламаға сай жоспар құруы, ол онсыз сақта сіздерге кәсіби жоспарды береді, осын жасау үшін. Сосын кейін жоспарға мектеп бағдарламасынан тыс мәліметтер мен деректерді келтіру, тек қана сабақта өтетіндерді ғана дайындамайсыз, одан бөлек те, мысалы бір қақыр болса, оның мектепте бізге үзіндісін ғана береді ғой, ал ол балаға сіз толық оқытуға мүмкіншілік жасауыңыз керек. Сондай-ақ тағы бір бұл жерде ескеретін жай, жоғарғы оқу орнымен міндетті түрде негізі байланыс жасасаңыздар, ол өте үлкен көмек болады. Біз яғни іш тәжірибемізде өзіміздің мектеп бағдарламасы бойынша дайындаймыз ғой, ал жоғарғы оқу орнында бәрібір ол кісілер теориялық деңгей тереңірек болар. Өзіне керек екенін, осы нәрсенің пайдалы екендігін білгенде ғана ол өзі оқысы келеді. Ал сіз үшін оқысы келмейді оның ешқашанда. Сіздің авторитетіңіз үшін оқымайды ол. Сондықтан осы дүниенің оған да пайдасы тиетініне, сондай құлшынысын тудыруға, пәнге деген қызығушылығын оятуға, өзінің бойындағы жауапкершілікті сезіндіруге біз ықпал жасауымыз керек. Және мысалы мен көбінесе айтатын сөзім, сен мектептің абыройсың. Сен арқылы осы мектептің беделі көтеріледі. Сен мектептің мақтанышысың дегенде, ол бір бойына бір жауапкершілік алады, яғни мектептің атын шығаратындай, осындай мықты баламын деген бойында сондай сезімі қалыптасу керек. Өз тәжірибеммен тағы айтатыным, ол баланы түрлі сайыстарға қатыстыра беру керек. Мысалы, олимпиадамен ғана шектеп қалса, ол бала сол ережелерді ғана жаттап, шығармағанына оқып емес, қоғамдық ортада өзін-өзі ұстай алуы, жаңағы кез келген жерден тығырықтан шығып кете алуға, бала психологически де дайын болу керек, былайша айтқанда. Содан кейін түрлі сайыстарға қатыстыруға оны жұмылдыру, осы күшті соған жұмылдыру керек. Енді біз дайындағанда, біз өзіміз қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі болғандықтан, біз әдебиеттен не дайындаймыз, қазақ тілден не дайындаймыз. Біз әдебиеттен эссе жазуға дайындаймыз ол баланы. Қазір осы эссенің құрылымы, тұтастығы, қалай жазылады,
өздеріңіз де курста өтіп жатсыздар ғой, сонымен бірге дамытып, қазір одан сұраған жұмыс ретінде көрсетеді сіздерге. Жалпы бірінші әдебиетте біз эссені дайындаймыз. Эссені жазуы, тақырыптың ашылуы, өзіндік пайым келтіре алуы, деректер келтіру, сілтемелер келтіруді назарда ұстау, әдебиет тіл нормасын білу, сөздік жұмыстар, әдебиет теориясы, осының барлығы әдебиетте дайындайсыздар да. Қазақ тілде мәтінмен жұмыс, соның сауаттылығы, лексика, фонетика, морфология, синтаксис салалары, ережелерді жаттату, емле, тыныс белгілер, кез келген сұрақтарға жауап бере алатындай болады. Осы екі пәннен осы екі жұмыстарды орындатамыз. Қалаға 9-дан шығады ғой. Содан кейін ол баламыз сонда барды, енді не істейді ол бала? Яғни біз олимпиада жұмысы екі турдан болады, білесіздер. Бірінші турда балалар есе жазғанда, оның жазба жұмыстарын бағалау тәртібі тағы да қазір жұмыста жасайсыздар. Яғни жаңағы мен айтқанда есенің өзінің критерийлері бар. Сол критерий бойынша 50 ұпайлық есенің жаңағы өз критерийіне сай есе жазады ол бала. Ол есе жазғанда тақырып қайдан келеді? Тақырып, мысалы, биылғы жыл болса, міндетті түрде биылғы жылда кімнің мерейтойы, қандай нәрселерді біз айтып жатырмыз, солдан екі тақырып білу керек та, екеуі бағдарламадан келеді. Кәдімгі өздеріңіз өтіп жатқан. Яғни аспаннан ештеңе келмейді, бәрі өзімізде жасап жатқан жұмыстарымыз екі тақырып келеді. Содан осы балды алса, ең үлкен балл 50 балл, осы 50 баллық шкаламен бағаланады. Егер де сіздің балаңызбен тағы бір мектептің баласы бірдей деңгей шықпаса балы, онда ең жоғары саналатыны қайсы? Мектеп бағдарламасындағы тақырыптың балы жоғары саналады. Оларға 150 минут, яғни 2,5 сағат беріледі. Осы дүниені қамти отырып, мықты есе жаза алу керек. Ал бұдан өткен бала екінші турға барады. Екінші турда не істейді олар? Екінші турда да 10 балдан 5 сұрақтан тұратын 50 балл. Ол 50 балдан мысалы өлең беріледі, ол өлең кімнің өлеңі, бұнда қандай көркемдегіш құралдар бар. Егер мысалы эпитет бар десе, ол эпитеттің ережесін жазады, және сол эпитеттерді табады. Эпифора бар десе, эпифораның ережесін жазады, эпифораның мысалын келтіреді. Осы өлең қандай ұйқас түріне құрылған, ол ұйқасты жазады. Бәрін жазып шығу керек. Үстіртін жай жазасам, толық бәрін орындау керек. Бір үзінді беріледі, оның авторын сұрайды. Және ол үзіндіні жалғастыр дейді ол ойды. Яғни ол бала оқыған нәрсені әрі қарай оның мазмұнын біліп тұру керек. Мысалы, Ақбілекті оқыды ма, үзіндісін берсе, сол әрі қарай ол мазмұнын білетін деу керек. Содан кейін қазақ тілі бойынша синтаксистік талдау, морфологиялық талдау және мәтіннің стиліне байланысты сұрақ болады. Кез келген ұстаздың қолынан олимпиада жүлдегерін шығару керек. Себебі қазір көбісі әділ. Сіз балаңыздың жұмысын көріп отырасыз, балаңыздың кемшілігін де көріп отырасыз. Осының бәрін аталған ссылка арқылы кәдімгі бұрынғы балалардың да осы нелерін көре алады. Осы Сарақаданың сайтында ол есесі де, талдауы да бәрі тұр. Тіпті осы ссылканы алып, сосын ашып, басқа балалар қалай жасаған екенін де көруге болады. Сол арқылы да дайындауға болады балаларды. Яғни бала өзінің, менің анау республикадағы алған бала, бүкіл баланың, 50 баланың эссесін оқып шыққан ғой, мен бар эссені оқып шықтым дейді. Яғни бала өз деңгейін біліп алған, эссені шағып тұр деген сөз былайша айтқан кезде. Сондықтан осы нәрседе сіздерге көмекке жарайды деп ойлаймын. Енді айтылған сөздерге дәлел ретінде өзінің жетістіктеріне тоқталып кетейін. Яғни, жаңағы олимпиададағы оқушылардың енді ең бір атап өтетін оқушым, ол Ержан Айнын деген оқушы, алтын белгіге бітіріп, қазіргі күні Астанада IT мамандығында грантқа түскен, биыл 2-ші курста. Енді бұл жерде тағы бір қызықты дүние, біз көбінесе маған сағат берілген жоқ оған, немесе мен гуманитарный сыныпқа бермеймін деген сылтау тапыс іздесек сылтау көп. Бірақ осы бала математикалық сыныпта оқыды. Ол баладағы мен жеткен жетістік ол баланың әдебиетке деген махаббатын оятады деп ойлаймын. Себебі таңдап отырған мамандығы бөлек, қызығушылық бөлек бала, бірақ қазір аяғында өзінің видеосымен бөлісетін боламын. Яғни бұл бала бізде республикалық пән олимпиадасының жүлдегері, алтын белгі иегері. Ол тек қана қазақ тілінің конкурстарына емес, қаншама конкурстарға қатысып жеңіске жеткен бала. Біздің мектебімізде әрбір мұғалім осы отырған бәрінде бір жоба бар.
мысалы ұлттық әліпби, журналистика жобасы, педсынып жобасы, жыр жалын жобасы, бәрі мұғалім қосымша басқа бір жобалармен жұмыс істейді. Солардың ішінде мен журналистика сыныбында жас журналист блогер деген үйірмемен жұмыс істеймін. Ол үйірмеде біз балалармен бірге сұхбаттар жасаймыз, кез келген бір кештерді өткіземіз. Жаңағы Мағжан журналын, Мағжан газетін бағанасында көрдіңіздер ғой, енді соны журнал қылу ниетте кішкене жылына бір журнал шығарып жүрміз. Бүкіл республика бойынша Қазақстанның 100 үздік олимпиада мектебі деген тізімге ендік. Яғни сіздер өздеріңізді ғана көтермейсіздер, мектепті де көтересіздер. Бұл кесте арқылы біз яғни еткен еңбек жемісін береді деген тұжырымға келе аламыз. Жақсы, жаңағы одан да бөлек бізде мысалы Орталық Қазақстан Академиясы жаңағы білім ғылым министрлігінде табыс формуласы мамандықты дұрыстандыру өмірлік шешімдердің өзгерісі деген атты эсселерді байқауы болған, оған да қатысы болғалы екінші дәрежелі диплом алды. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша республикалық пән олимпиадасының түрлі кезеңдеріне қатысып келдім. Және 11-ші сыныпта республикалық кезеңде жүлдені алып, жолын иеленген болатынмын. Бұл жолға алғашқылығыма септігін тигізген менің мұғалімім, ұстазым Айжан Мөлдір Жақсыбаева болатын. Осы кісінің кәсіби маман ретіндегі біліктілігінің арқасында, яғни жас баланың бойынан өз пәніне деген жақындықты, қызығушылықты көре білуінің арқасында әдебиет әлеміндегі түрлі додаларға қатысып келдім. Балаға білім берудегі мақсат ол оны мұғалімнің көмегінсіз одан әрі дамитындай ету дейді. Яғни сіздерге де осындай шәкірт тілеймін. Республика деңгейінде аттарыңыз елге мәлім болсын. Қазақ тілі мұғалімдерінің еңбегі зор, оларға артылар жүк те ауыр, бірақ шаршамайық, талмайық, жұмыс жасай берейік. Баршаңызға сәттілік.